Сәлем құрметті көрермен. Бүгін біз Bybit биржасына тіркеліп верификация өтеміз. Ол үшін бізге Bybit биржасы қажет және өзімізге Gmail почта ашып алуымыз қажет. Менің алдыңғы видеомда Gmail почта қалай ашу керек екенін көрсеткен. Ал біз қазір Bybit биржасына кіреміз. Ең бірінші кірген кезде дәл осылай шығады. И осы жердегі регистрация кнопкасын басамыз. Осы жерге өзіміздің үст жағында регистрация кнопкасын басамыз. Осы жерге өзіміздің электронный поштамызды жазамыз и пароль ойлап табуымыз қажет. Менің электронный поштам Gmail'ға кірейін. Ширали.трейдер. Свернуть етіп, Bybit'ке кіреміз. Осы жерге жаңағы Gmail'ымызды жазамыз. Gmail деп жазамыз. Аст жағына өзіміз бір пароль ойлап табуымыз қажет. 8 сан и бір кіші, бір үлкен. И сосын бір цифра қажет дейді. Бұлай қойайын. 00 и плюс дей салайын. Енді мен регистрация кнопкасын басамыз. Осы пазлды мына жаққа жылжытып, орнына қойымыз қажет. Мынаны ұстаймыз и оңға қарай жылжытамыз. Бұл жерде біздің жаңағы тіркелген электронный поштамызға 6 сандық код кетті дейді. Свернуть етіп, жаңағы Gmail'ымызға барамыз. Міне уже код келіп тұр екен, Bybit деп. Ішіне кіреміз. Кірсек, міне бізге 6 сандық код келіп тұр екен. Осының үстінен басып тұрып, көшіру кнопкасын басамыз. Көшіріп алдым. Свернуть етіп, Bybit'ке кіріп, дәл осы жерге мен басып тұрып, вставить кнопкасын басамын. Енді аст жағында шығып тұр екен, аст жағынан баса салам. Бізде Bybit аккаунтымыз ашылды, регистрация жасадық. Енді бізге верификация өтіміз қажет. Яғни өз-өзімізді тіркеуіміз қажет. Ол үшін сол жақтағы бұрышта осы адамның сурет тұрады. Үстінен басамыз. Аст жағында верификация личность деп тұрады. Осының үстінен басамыз. Бірінші верификация. Не керек дейді? Бірінші уровеньде үшін осы заттар мүмкіндік береді дейді. Бізге паспорт и фотомыз қажет. Так, бұлай жасайын. Проверить сейчас деп басамын. Асты жағында өзіміздің елімізді таңдаймыз. Яғни Қазақстан. Ағылшынша жазамыз. Қазақстан. Үстінен басып. Дәл осы жерде ID карта деген таңдаймыз.
далее кнопкасын басамыз. Осы жерде бір оқып аламыз қалай түсіру керек екенін. И далее кнопкасын басамыз. Осылай шығады. Тағы продолжить кнопкасын басамыз. Осы жерде біз ID карта деген таңдаймыз. ID картаға кіреміз. И өзіміздің паспортымыздың алдыңғы бетін түсіреміз. Түсіріп алдық. И все, данные видны дегенді басамыз. Енді артқы жағын түсіреміз. Артын түсіріп алдық. Егер дұрыс түспей қалса, қайтадан мына кнопканы басамыз да қайтадан түсіруге болады. Егер дұрыс түспей қалса. И все данные видно дегенді басамыз. Удостоверение личностің кетті. Сарыға боялды. Енді селфиға түсуіміз қажет. Кешірім сұраймын, менің жаңағы видеом бір себептермен тоқтап қалыпты. Мен жаңа селфи жасадым. Селфи продолжитті басып, и ішіне кіріп селфи жасадым. Селфи жасағасын арғы жағында сәл күте тұрыңыз деп жаңағыдай SMS шығады. Менде уже верификация өтіліп қойыпты міне. Верификация личность дегенге кіресіздер, и ішіне кірсеңіз мына жерде в процессе деп тұрады. Сосын бір 5-10 минуттың ішінде, менде уже 5-10 минут өтті. Верификация осылай өтеді. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.